Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ет қосылғаны өте дәмді кеспе көже дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға салқын су құйып, етімізді жуып салып, газдың отына қойып қайнауға қоямыз. Оған дейін қамырымызды жаямыз. Алдын ала иленген қамырымызды жайып, кеспе жұқалап ұзыншалап тураймыз. Қолмен турасаңыз да болады, немесе арнайы лапша кесетін құралдар болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай турап дайындап қоямыз. Кеспе көжемізге, яғни лапшамызға қосатын картоп, пияз, сәбізімізді өз қалауымыз бойынша турап шығамыз. Қазанымыз қайнағаннан кейін бетіне көбігі шығады, көбігін алып тастаймыз. Одан кейін тұзын, бұрышын, өзіңізге ұнайтын барлық өңдеушілерді қосып, картошка, пияз, сәбіз, тураған картошка, пияз, сәбіздерімізді қосамыз. Астын орташа отқа қойып 2 сағатқа қайнатамыз. Одан кейін қалған 2 сәбізімізді үккіштен өткізіп, оны да қосып салып жібереміз. Яғни үккіштен өткізілген сәбізіміз сорпамызға өте тәтті, өте дәмді болады. Үккіштен өткізілген сәбізіміз сорпаға өте әдемі дәм береді. Сорпамыз 2 сағаттай баяу отта пісті, етіміз де пісті. Етімізді аламыз. Енді сорпамызға дайын лапшамызды, кеспемізді саламыз. 5-10 минутта лапшамыз піседі. Тұзын көріңіздер, дәмін көріңіздер. Етімізді осылай турап тарелкеге салып ортаға қоюға болады. Әр сорпаның үстіне қоюыңызға болады, немесе турап бірден сорпаға, қазанға қосуларыңызға да болады. Сорпамыз дайын, бетімізді саламыз, бетіне кез келген аскөкті салсаңыздар болады. Сорпа өте дәмді, жасап көріңіздер. Адам ағзасына пайдалы сорпа. Видео ұнаса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп, тегін лайктарыңыз аямай басып, қолдап кетіңіздер.